Мынау біздің сып-сұлу планета. Мынау оның орбитасы. Осы аралық супорбита деп аталады. Егер де ракета супорбитаға ұшып, жерге қайта оралатын болса, ол супорбиталды ұшу болып есептеледі. Ал егер де жердің орбитасына шығып, оны айнала бастаса, ол орбиталды ұшу деген сөз. Екеуіне де бірінші болып ұшқан Совет үкіметі. Олар алғашқы болып супорбитаға 2 итті жібереді. Дейзик және Циган. Ал бар болған 6 жылдан соң спутник 1 аппаратын жердің орбитасына шығарады. Бұны көрген американдықтар, «Ё-моё, Советтерден қаламыз ба?» деп намысқа тырысып НАСА-ны ашады. НАСА ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы. Осылайша, екі ұлы державаның арасындағы конкуренцияның арқасында космосты зерттеу эрасы басталады.